Қиырдағы ең аралда қалған қара қыз ақыры бірнеше кішкентай балық ұстайды, бірақ оларды жемейді. Оның орнына балықтарды толықтай жаншып, теңізге қайта лақтырады. Сосын үшкір таяқ алып, олжасын күткендей шыдаммен тосады. Көп ұзамай балық иісіне тартылған шағын акула пайда болады. Енді жақсы тойып алатын шығар деп ойладыңыз ба? Жоқ, қара қыз ештеңе жасамайды. Ол түнді күтеді де, акуланы арқанмен ағашқа іліп қояды. Содан кейін құмнан жасалған шұңқырға тығылып, бұдан да үлкен жыртқышты күтеді. Алдыңғы түнде, ұйқыға кетер алдында, ол лагердің жанынан бір түрлі дыбыс естиді. Сосын аспанға жарық ракетасын атады, алыстан адамға ұқсайтын бір бейнені көреді. Ол теңізден ауыр әрі үрейлі қимылмен шығып келе жатты. Қара қыз оның шын екеніне көз жеткізгісі келді, галлюцинация емес пе деп. Сондықтан ол акуланы жемге пайдаланып, тұзақ құрып тексеруге дайындалды. Бірақ түн қоюланып, қатты шаршаған қыз байқамай ұйықтап кетеді. Таң ата ағашқа ілінген акула жоқ болып шығады. Бұл жаратылыстың бар екеніне енді күмән қалмады. Қара қыз аралдан мүмкіндігінше тез кету керек екенін түсінді. Ол чемодандағы барлық киімді төгіп, тек құтқару жилетін қалдырып, сол заттардан уақытша сал жасап аман қалмақ болды. Бірақ сал салмағын дұрыс есептемей, ол суға батып кетті. Амалы қалмаған қара қыз бұл ойдан уақытша бас тартты. Келесі түн түскенде ол қураған ағаштың қуысында тығылып, мақұлықтың өзін тауып алмайтынына үміттенді. Алайда түн ортасында терең ырылы естілді. Ағаш қатты шайқала бастады. Қара қыз тынысын ішіне тартып, дыбыс шығаруға батпады. Бақытына қарай, біраздан соң үн өшті, ол тағы бір қорқынышты түнді аман өткерді. Сол сәтте ол бұл жаратылыстың өзі ойлағаннан да қатерлі екенін түсінді. Сондықтан келесі түнге дайындалу үшін жуан таяқты үшкірлеп, қару жасай бастады. Бірақ дәл сол кезде ол қанын мұздай қатырған сұмдық нәрсені көреді. Бір жан түршігерлік белгісіз мақұлық оған өте баяу жақындап келе жатқан еді.